Қайырлы күн. Мясной пирогтың рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді кетіңіздер. Өте керемет сочный болып шығатын пирогтың рецебі. Міне 2 жұмыртқа, 100 грамм қаймаққа осылай жақсылап араластырып аламыз сұйықтықты. Содан кейін мені тоңазытқыштан алып шыққан сары майымызды шедірелетімінде маргарин соған осылайынан оңға түркалап шығарамыз. Осылай видеодағылай жақсылап түркалап аламыз. Міне түркалап болдық. Енді қолымызбен жақсылап үгілмелі ғып істеп аламыз, песочный ғып. Бұған қант, тұз ештеңе қоспаймыз қамырына. Міне осылай болып шықты. Енді осыған ортасын ашып, осы дайындап қойған қаймағымыз бен жұмыртқамызды құямыз үстіне. Жақсылап билейміз, жұмсақ болып шығады. Қолға жабысқақ болады. Осыны жақсылап билейміз. Қолға жабысқақ болса, ұн қосып керек емес. Піскен кезде қатты болып қалады қамыры, сондықтан да ештеңе қоспаймыз. Холодильникке қоямыз 40-50 минутқа. Өзі нетіп жабысқақ болмайды, қатып шығады. Кішкене қатып болмайды енді. Содан кейін холодильникке қойып қойғаннан кейін салмасын дайындаймыз. Міне осылайына салатанға салып, холодильникке сала тұрамыз. Міне осылайына салып қоямыз. Енді салмасы осындай тауықтың еті. Мен тауықтың етін сүйексіз алдым. Осылайына жартысын 500 грамм турайым, жартысын. Осы жерде 1 килограмм болып тұр. Жартысын турап, кубиктап тураймыз. Мен үлкен турай салдым. Егер заказ алып нетіп атсаңыздар, онда ұсақ-ұсақ турайсыздар. Мені кубиктап тұрған картошка. Менде картошканы ірілеу қойып жүріппін. Картошкасынан негізі ұсақтау қою керек. Пиязды блендердан өткізу керек. Міндетті түрде мен енді турадым. Осылайынан жақсы болады. Дәміне қарай бұрыш, дәміне қарай тұз қосамыз. Приправа қосуға болады. Тауықтың приправасы цыпленок табака дейтін болады ғой, сондай қосуға болады. Енді үйдегілерге ұнамағандықтан мен оны қосқан жоқ. Осылайынан жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қамырымыз дайын. Осыны ортасынан бөліп аламыз. Жаямыз қазір, онда аздап қана қосып астына жабысқамау үшін. Üstüne azdап себеміз.
Осыны жайдық, міне осыған саламыз келтіріп. Осындай ирек формада әдемі шығады. Шеттен жақсылап кесіп аламын. Шеттен кесіп алдық. Енді салмасын саламыз. Осыны түгін салып аламыз. Бетін әдемілеп бұзарлаймыз. Екінші қамыр жаямыз. Жіңішке етіп кесіп аламыз қазір. Енді екінші қамыр жаямыз. Жайдық, енді осылайна жіңішке етіп турап аламыз. Енді бетіне осылайна әдемілеп саламыз. Осылайна әдемілеп саламыз. Осылайна әдемілейміз. Өте тез жылдам дайындалатын пирог. Істеп көрсеңіздер болады. Астарыңыз дамды болсын. Духовкада 30-40 минут піседі. Келесі видео түсіргенше қош сау болыңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Көп рахмет.